Қайырлы күн қыздар, бүгін мен сіздермен вафельная крошка, яғни сүтті қыз тортының сыртын безендіруге арналған вафельді үгінділердің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқаның ағын салып, үстінен қант ұнтағын електен өткізіп саламыз, болмаса түйіршіктері өтіп кетуі мүмкін. Жақсылап қант ұнтағы ерігенше миксерлейтін боламыз. Ыдыстың үстінен бөлме температурасындағы өте жұмсақ сары майымызды салып, және бір рет миксерлеп жібереміз. Ең соңында ұнымызды да електен өткізіп саламыз және біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін пергамент қағазына қамырдан азғана бөлігін салып, спатуланың немесе пышақтың көмегімен өте жұқа етіп жаю керек. Қалың болып қалса, аппақ болып піспей қалуы мүмкін. Сондықтан пергамент қағазы көрінгенше жұп-жұқа етіп жаямыз. Мен дәл осы тестаны 3 бөлікке бөліп, 3 пергамент қағазына жайып пісірдім. Алдын ала қыздырылған 180 градус пеште 2-3 минутта пісіріп аламыз. Өте жылдам піседі, тез күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан пештің есігін ашып қарап тұруымыз керек. Осымен біздің вафельная крошка дайын болды. Осымен торттың сырттарын немесе пирожныйларды сәндеуімізге болады. Көрінісі өте әдемі болады, біркелкі қып-қызыл болып піседі. Егер менің рецептім пайдалы болса, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.